Адамзаттың қалыптасу тарихында 2000 жылдық мерзімді қамтитын қола дәуірі келелі кезеңнің бірі. Хронологиялық шеңбері өте ауқымды қола дәуірін бір-біріне ұқсамайтын ерекшеліктеріне байланысты белгілі ғалым Әлкей Марғұлан 3 кезеңге бөліп атау берді. Олар Нұра, Атасу және Беғазы Дәндібай мәдениеті. Осы Беғазы зиратындағы нөмірі 1 деп саналатын кешене, тас кешене. Екі жағымыздағы, яғни ұзын дәлізі бар, ұзындығы 8 метр. Бұда да коридор дромыс дейді, яғни дәліз дромыс дейді. Қарсы алдымызда тұрған есік мына қалдырылған. Бұл құрылыстың өзінің сәулет ерекшелігі бойынша бұл есік қалмау керек болған. Бұнда есік болмаған, бұл жабық болған бұның бәрі. Бірақ біз осыны қалпына келтіру барысында осы енді 6 кешененің біреуіне осы есікті қалдырған жөн болады деп шештік. Оның себебі осының біреуінде көрермендер, туристер, студенттер, балалар кеп көретін, жастар, үлкендер біреуінен ішіне кіріп көруіне мүмкіндік беру керек болды, біреуіне. Қалғандарында қалдырған жоқ, бұл негіз қалмау керек болған. Беғазы қорымы Қарағанды облысы Ақтоғай кентінің оңтүстік шығысына қарай 40 шақырым жерде Қаратал өзенінің оң жағалауында орналасқан. Бұл жаңадан ашылып жатқан ескерткіш емес, әлдеқашан далалық Еуразия кеңістігінде аты шыққан. Зерделі зерттеуді жарты ғасыр бұрын Марғұлан бастап, Ақышев, Оразбаев сынды ғалымдар жалғастырған. Ескерткіштің елге танылуына Мәскеу университетінің профессоры Қызласов та үлесін қосты. Кесенелер деп аталатын 6 қоршаулы тас мазардан тұратын Беғазы зиратының барлығы қазылған. Қорымның құрылыстары бір-біріне ұқсас, тек көлемдері әртүрлі. Бейіттің екі жағы үлкен қақпақ тастармен көмкеріліп, қабырғаның қалыңдығы 2 метрге дейін жетсе, ал сыртындағы сүйеулі тастардың биіктігі 2,3 метрді құрайды. Кешеннің ішіндегі көлемдігімен көзге түсетіні бірінші және екінші бейіт. Қола дәуірінің соңғы кезеңінде мұндай ірі кешеннің салынуы құрылыс ісінің жоғары дәрежеде болғанының дәлелі. Архитектуралық кескінді асқан шеберлік пен геометриялық тұрғыда үйлестіре білген тайпалардың тұрақтары да табылуы мүмкін болашақта. Тұрақ міндетті түрде бар, тек оны іздеп анықтау қажет. Мамандар осылай деді. Әрине, бұл жерде сол дәуірге жататын қоныс бар. Ұзақ уақыт қоныс басқа мәдениетке, қорым басқа мәдениетке жатады деп есептелініп келді. Кесене жанынан осындай қоныстың ашылуы және қышытыстардың табылуы олардың бір мәдениетке жататын дәлелдеді. Яғни қандай да бір екі халық болған жоқ. Бұл жерді мекендеген халық қоғамдағы әлеуметтік жағдайына, материалдық байлығына байланысты жіктелген. Бұлар жекелеген кландардың басшыларына арналған қорымдар, өйткені басқа өңірде мұндай молалар жоқ. Арагідік тастан емес, жай ғана ағаштан салынған зираттар кезген. Демек, сол ру тайпалар аса дәулетті болмаған, құба төбел тіршілік кешкен деуге болады. Сондықтан қола дәуіріндегі мемлекеттіліктің қалыптасуына, әлеуметтік үрдістің дамуына мән берген жөн. Зерттелген бейіттердің 14-і Андронн мәдениетінен Беғазы Дәндібай мәдениетіне өту кезеңіне жатады. Өтпелі кезең бейіттері өңделген 4 бұрышты жалпақ гранит тастардан қаланған. Қола дәуірінің алғашқы бөлігі Нұра кезеңінде мәйітті тастардан өрілген зираттың ішіне қойса, келесісі Атасу кезеңінде арнайы тас жәшіктерге жерлеген. Ал Беғазы Дәндібайда алдыңғы екі кезеңінде элементтері бар. Яғни адам денесін тас кесененің ішіндегі тас жәшіктерге көмген. Қоғамда саяси салмағы бар лауазымды тұлғалардың басына құлпытас қою қола дәуірінде де кездеседі. Бірақ ол кезде құлпытас емес, сынтас деп аталған. Бұл енді бай адамға салынған нәрсе ғой, кедей адамға мұндай қорғанды салмайды. Сондықтан мына шамамен 3 адам жерленген болуға тиіс. Әр адамның басына сол мынандай тастан ескерткіштер қойған. Бұл енді кейіннен түріктерде ескерткіштерді адамның бейнесін өтеді ғой, ал бірақ бірінші кездерде мынандай сын тастарды қойған. Біреуі биік, біреуі аласа деген сияқты. Мүмкін сол қоғамдағы жағдайына байланысты, біреуі бай, біреуі орташа, біреуі кедей деген сияқты. Бірақ кедей адам емес, мына жерлерде өзінің семьясы бай кәдімгі ру басы ма екен, әлде әскер басы ма екен. Одан кейін барып оның қасындағы әйелі, одан туыстары, бала-шағасы сыртына жерленген. Бұлардың ішінде бала-шағаның жерленгендер көп кездеспейді. Содан кейін бастарына мынандай белгілер қойған. Енді мына жерде біреулер айтады, адамның мүсіні болуы мүмкін дейді. Бірақ адамның мүсіні әлі ертерек. Адамның мүсіні кейіннен ғұндардың кезінде, одан кейін әсіресе түрік қағанатының кезінде
адамның мүсіндерін қояды. Түріктердің ескерткіштерінде міндетті түрде адамның мүсіндері бар. Беғазы Дәндібай мәдениеті қауымның жоғарғы лауазымды билеушілерін арнап тастардан тұрғызылған зәулім кесенелерімен және олардың сыртына тігінен қойылған тастарымен ерекше. Қатпар-қатпар тас сынықтарын қабырғаға сүйеп қою қандай мақсаттан жасалғаны туралы нақты тұжырым жоқ. Болжам бойынша кесене құлап қалмасын. Я болмаса осы жерде осындай ескерткіш бар деген белгі. Бір анығы, бұл тас кесенелер Беғазы Дәндібай мәдениетінің мәуелі, өркениетінің өрелі екенін айқындайтын өзіндік өлшемдердің бірі. Кейбір тастардың салмағы 4-5 тоннаға дейін жетеді. Оны қалай жеткізген, қалай тұрғызған, ол туралы бізде әзірге мағлұмат жоқ. Анау Египеттің пирамидаларына біз мақтанамыз, 2,5 тонна тастан жасалған нелердің, қабырғаларының кірпіштері. Ал енді мұнлардың салмағы 4 тоннаға дейін барады. Мына осы жердегі Саңғыру деген не бар, Бұғылдағы тастар. Соны қалай жеткізген? Мүмкін сүйретіп жеткізген болуға тиіс. Өгізбен ба, түйемен ба, әрине көлікпен жеткізді. Ал дегенмен қалай осындай тұрғызып деткен, ол енді бір халық, бір адамның емесе бір ұрудың бұл жұмыс емес. Бүкіл ауыл болып, ел болып жамылған. Осыны тұрғызу үшін бүкіл ел бірнеше кәдімгі уақыт жұмыс істеген. Бұл енді даладағы біздің тұрғызған пирамидамыз. Себебі біздің территориямыз өздерің білесіңдер, құл иеленушілік деген болған жоқ. Біз құлдың еңбегін пайдаланғанымыз жоқ. Сондықтан мынаның барлығы сородичи дейміз, өзінің туыстары, тұқымдастары, жақындары, солардың тұрғызғандары. Ал егер құлдың еңбегін пайдаланғанда бізде пирамида тұрғызар ма едік бастарына, фараондардың бастарындағыдай. Сондықтан мынау біздің дала пирамидалар бұл. Беғазы қорымы 70-ке тарта көне заманның 50-ге жуық андронн мәдениетінің 6 тас кесенеден және балшықтан соғылған қазақ дәуірінің 3 мазарынан тұратын ірі ескерткіш. Бүгінде жалпы саны 100-ден асатын сол тарихи ескерткіштердің барлығы дерлік реставрациялық жұмыстарды қажетсініп тұр. Соңғы жылдары осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында Қарағанды облыстық мәдениет басқармасының бастамасы бойынша Беғазы қорымын жаңадан зерттеу және қалпына келтіру жұмыстары қолға алына бастады. Осы кезең тұрғындары өзіндік өндірісі мен өндіргіш күштері дамыған алғашқы мемлекеттік бірлестік құру дәрежесіне жеткен тайпалар. Өйткені археологиялық дәлелдер Қазақстанда біздің дәуірімізге дейінгі 2-1 мыңжылдықтар аралығында өркениет пен мемлекеттіліктің нышандары пайда болған деген мәселені көтеруге негіз болды. Беғазы зиратында орналасқан 6 үлкен ірі құрылымдағы үлкен 6 тас кесене бар. Оны көрермен көріп отыр. Міне осы тас кесенелер айтылып отырған Беғазы Дәндібай мәдениетінің қоғамында қандай өзгерістер болғанын дәлелдейді. Енді ол өзгерістеріміз қандай өзгерістегі нақты сұраққа келсек, осы ірі құрылымдағы тас кесенелер осыдан 3000 жыл бұрын орталық Қазақстан жерінде алғашқы ерте мемлекеттік деңгейдің қалыптаса бастағанын көрсетеді. Мәселе осында. Қорымда табылған қыш көзелердің пішіні, жасалуы және өрнектері өте өзгеше. Көлемі жағынан ең үлкені саналатын бірінші моладан 40-тан астам қыш ыдыстар табылған. Олардың сыртқы өрнектері қарапайым, мойны мен ернеуіне белдемшелер жапсырылған. Тіпті кейбір қабірлердің ішіндегі бірге көмілген ыдыстардан сол замандағы шаруашылықтан хабар беретін дән қалдықтары да табылған. Сондай-ақ осыдан 3,5 мың жыл бұрын пайдаланылған қола орақта көп жайтты аңғартса керек. Демек, бұл қазақ жерін қола дәуірінде мекендеген тайпалардың егіншілікпен айналысқандығының айғағы. Жалпы алғанда Беғазы Дәндібай мәдениеті мәйітті бір қырынан аяқ қолын бауырына жинап, немесе шалқасын жатқызып жерлеумен қатар, қабірге қару-жарақ, еңбек құралдары, әшекей бұйымдар қою ғұрпымен де ерекше. Жалпы қола дәуірінің тек қана мына жерлеу тәсіліне қарап емес, қыштан жасалған ыдыстарына қарап 3-ке бөлінеді. Бірінші кезеңнің ыдыстары, мынаның, яғни Нұра кезеңінің ыдыстарында мына жағын, жоғарғы жағын, шейка дейді. Я жоғарғы жағын, және төменгі жағын, придонный часть дейді, төменгі жағын ғана. Мына ортасында ешқандай не жоқ, өрнектеу жоқ.
Ал енді қола дәуірінің орта кезінің ыдыстарында мынаның сыртын төл өрнектеген ковровый орнамент дейді. Неше түрлі фестоны дейді, меандри дейді, үш бұрыштар, төрт бұрыштар, қиғаш бұрыштар, неше түрлі өрнекті әдемі ковровый орнамент дейді. Яғни кілемнің түсі сияқты. Ал енді мынау қола дәуірінің соңғы кезінің ыдыстары, бұл енді кішкене небрежный дейді, қалай болса солай жасалған. Қалай болса солай өрнектелген. Мінекей көріп отырсыздар, мынаның өрнегі, мынаның өрнегі, мынаның өрнегі өте кәдімгі сирек өрнектелген. Яғни қыштан жасаған ыдыстар сынады, сол лақтырылып жіберіледі, тасталады. Сондықтан біріншіден бұның технологиясын әбден меңгерген жасауды. Екіншіден осыны өрнектеп жату не керегі бар деген сияқты болуға тиіс. Мынаның үшін сол мінекей әр жерінен ғана өрнек. Бұл енді бір жағы сол көшпелілікке жақындағандығының белгісі. Екінші жағы сол мынау қыштан жасалған ыдыстардың технологиясын әбден меңгергендіктің белгісі деп ойлауға болады. Кез келген тарихи археологиялық ескерткіш сынды Беғазы қорымында ертеректе тоналған, сақталған мәйіт сүйектерінің қалдығына қарап, олардың бүктетіліп, қырынан басын батысқа беріп жерленгені, ал кейбірінің мүрдесін өртеп, күлін көмген анықталды. Мәйіт тас кесененің ортасындағы тас жәшіктерге жерленген, кейбір қоршаудың ішінде қос жәшік қатар салынған. Сондай-ақ бұл өңірдегі 6 қоршаулы обадан да өзге бейіттер жыртылып айырылады. Қорымда қола ерте темір дәуірінің бірнеше зираттарымен бірге орта ғасырлық 57, кейінгі кездердегі 100-ге жуық қазақ бейіттері кезігеді. Бұл әріден желі тартқан дәстүр сабақтастығы мен ұрпақтар жалғастығының көшелі көрінісі. Мынау енді 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырдың сол басында тұрғызылған болуға тиіс. Себебі 30-40 жылдар бұндай тұрғызуға біздің шамамыз келген жоқ. Ашаршылық бар, коллективизация бар, одан кейін соғыс бар. Одан кейін бұндай мавзолейлерді тұрғызуға Совет үкіметінің кезінде рұқсат берген жоқ. Мынау шамасы сол революцияға дейін 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырдың басында тұрғызылған бір үлкен кәдімгі ру басы мекен, үлкен адам мавзолейі. Яғни осы жерде аталарымыз жатыр деп, әне де біреу тұр, міне тұр. Осы жерлерде тағы да жер болып кеткендер болуға тиіс. Одан кейінгі жерленген мына қазақтың молалары. Ол қарапайым адамдардың молалары. Мынау енді бір атақты адамдардың тұрғызылған мавзолейлер. Атақ даңқы шалқар кеңістікті шарпыған ескерткіш терең мағыналы, сан қатпарлы. Бір қарағанда тас кесенелер күрделі сәулет өнерінен хабар береді. Сонымен бірге айрықша моланың эстетикалық мағынасы да жетерлік. Ірі құрылымдағы мұндай қорымдар Еуропа елдеріндегі храмдар тәрізді далалық ғибадатхана функциясын атқарған. Беғазы қорымы жас археологтар мен өңір жөніндегі ойы олқы жұрттың білімін бекітуде аспан астындағы таптырмас тәжірибе орны әрі халықаралық туризмнің нысаны. Әр мүйісінде сансыз сыр тұнған қорымның ғылымдалар үлесі қомақты. Ең әуелі орталық Қазақстандағы қола дәуірінің соңғы кезеңінде өркен жайған өнермен өзіндік жарқын мәдениеттің сипаты туралы құнды мағлұмат беруде.